Добрый день, уважаемые зрители. Добро пожаловать на второй очередной подкаст про воинскую службу. Сегодня в основном мы будем говорить про жизнь после армии и про то, что происходит там глазами человека, который буквально недавно завершил свою воинскую службу. Итак, разрешите представлю вам гостей. Первый гость Кулманов Талгат Жолдыбаевич, старший офицер идеологической работы Департамента воспитательно-идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан. И Ержан Коспаев, молодой человек, который недавно буквально отдал долг родине, но принял решение посвятить всю свою жизнь защите страны. И первый вопрос, который, наверное, для вас, для многих зрителей волнует, то есть, что для вас, Ержан, значил год срочной службы в армии? Армия негізі менің бұрыннан келе жатқан арманым, өйткені өзімнің ағам да әскери адам, өзіме кішкентай кезімнен де әскери адамды болды армандағам. Барғаннан кейін өзімнің әскери міндетімді өтегеннен кейін сол жерге по контрактым қалып жұмыс жасағым келген. Кезінде мектептегі шараларда да қатысып жүргем. Мектептерде жас сарбаз деген не болған, солардан қатысып жүріп, дайындалып жүргеннен кейін әскерге бардым. Солай. Талгат Жолдыбаевич, келесі сұрақ сізге шығар. Жалпы идеология жағынан жаңадан осы мектепті бітіріп келген балдарға характер жағынан қандай әсер етеді және кейбір привычкалар қалыптастырады ма армия? Әскерде? Иә, әскерде. Әрине, мектепті жаңа бітіріп келген балалар 18 жасқа келгеннен кейін барып әскер қатарына шақырылады. Яғни әскерде көп мінезімен көптеген әр сарбазды баға беруге болады. Өйткені ол жерге тек қана мектеп бітіргеннен кейін ғана емес, сонымен қатар орта арнаулы білімі барлар, сонымен қатар жоғарғы білім барлар сарбаздар келеді. Яғни шақырушылардың деңгейі, білім деңгейі әртүрлі. Сонымен қатар олардың азаматтық өмірде алған тәрбиелері де әртүрлі. Сол себепті ол жердегі сарбаздардың барлығын мінез құлқына қарап, командирлері олармен жеке сұхбат кезінде біліп, әрқайсысына өзінің бағасын беріп отырады. Жалпы осы армияның ішіне өзінің бір тәртібі болады ғой. Сіз мектепті бітіргеннен кейін, немесе орта білімді алғаннан кейін қалған уақытыңызда ұйықтайсыз. Сабаққа қиналып тұрсаңыз да тұрасыздар, бірақ ол тұратын уақыт сағат 9-10. Жалпы армияның кестесіне қалай қанша уақытта көндіңіз деп айтсақ болады? Енді сразу ол жаққа үйрене алмайсың ғой. 2 апта, 3 аптадан кейін уже үйренесің. Басында сағат 6-та подъем деген өте қиын. Прям не деп айтсам болады, командирлердің айтқан сөзін тыңдауда өте қиын болады. Олардың айтқан не үшін мен орындаймын деп ше. Уақыт өте келе оны түсінесің уже. Надо подчиняться на это дегенде ше. Бірақ армияға дейін свободно бәрін естисің. Бірақ армиядан кейін уже простой нәрселерді түсіне бастайсың. Ұйқыны, туысқандарыңмен сөйлесуді, сондай нәрселерді. Есіңізде қандай ең жарқын моменттер қалды? Әскердегі ма? Әскердегі. Мен әскерге, получается, ең соңында келдім. Призывтың соңында. Сол кезде келген кезде ең бірінші подъем мен үшін өте қиын. Бәрі тұрып жатыр, ал мен әлі жатырмын. Көрпем қайттан жамылғанмын, әрі ұйықтап жатқан моменттарым сондай. Ең жарқын. Біраз еркеледіңіз ғой деймін басында. Басында иә еркелейсің. Өйткені мен 18 жасыма толасап сразу бардым ғой. Ең кішкентай болдым сол жақта әскерде. Талғат мырза, енді сіздің есіңізде қандай қалды? Есімде енді мен өзім жеке құраммен 20 жылдай қызмет атқардым, оның ішінде сарбаздармен. Яғни сарбаздар алғаш келген кезде олармен бірінші бір айлық жиын өткізіледі. Сол бір ай жиын өткізген кезде, яғни бір ай оны алдыңғы бір жылдық өмірге дайындайды. Яғни мектепте алғашқы бастауыш класс болатын болса, бастауыш класстың кезінде еркеліктер болады, біреу жазғысы келеді, біреу жазғысы келмейді деген сияқты. Сол бастауыш класс алдағы үлкен сыныптарға қалай дайындайды, сол сияқты әскерде де бір ай көлемінде жиын өткізіледі. Яғни жиын өтеді, ол жиында қалай ұйқыдан тұру керек, қалай күнделікті күн тәртібіне қалай бағыну керек, сол бойынша сабақтар өткізіледі. Таңертең тұру, физикалық дайындық, атыс дайындығы бәрін өткізіп, бір айдан кейін яғни келген сарбаздар ант қабылдайды. Ант қабылдағаннан кейін ол сарбаздарға қару-жарақ бекітеді, сонымен қатар тәуліктік снарядқа түседі де, ары қарап өздерінің қызметтерін 11 ай көлемінде жалғастырады. Сол себепті ондай кезде әртүрлі оқиғалар болады. Бір
жігіттер жаңа айтып өткендей қазір ғана ұйқыдан тұрғысы келмейді, ондай кездер де болады. Онан кейін біреулер физикалық тұрғыдан нашарлау болады, яғни әлсіздеу. Олардың барлығын бір ай ішінде қалыпқа келтіріп, алдағы уақытта өздерінің қызметтерін жалғастырып кетуге кіші буын командирлері, яғни сержанттар тағайындалған, взвод командирлері, рота командирлері ол жағынан жан-жақты көмек береді. Психикалық тұрғыдан тұрғысы жағынан мысалы жас балдар келеді, жас 18-де үйден еркеліп шығады. Сөздің шыны керек, әскерге келген 10 баланың ішінен жартысы әскерге барысы келмеген адамдар. Сол жағынан психикалық қолдау жағынан қандай жұмыс атқарылады қазіргі кезде? Сіз айтып өткендей, 10 келетін 10 адамның 9-сы барғысы келмейді деп айтуға әрине келмейді. Өйткені біз қорғаныс істері жөніндегі бөлімдерде, департаменттерде де жұмыс жасаймыз. Ол жерде яғни іріктеу жұмыстары өтеді. Іріктеу жұмыстары өткен кезде қорғаныс істері жөніндегі департаменттің қызметкерлерінің өзі бірінші келген күннен бастап оларды әскерде қандай алдарында оларды не күтіп тұр, сол бойынша дайындайды. Сол себепті олай айтуға, баға беруге, яғни 9-ы келгісі келмеді деп дәл айтуға болмайды. 10-ның бір 2-і келгісі, 3-і келгісі келмеді десе, оған да сенуге болады. 7-8 бала келгеннен кейін олардың, яғни сол сіз айтқан 5-еу деп отырсыз ғой. Бірақ 10-ның түбегейлі ойы өзгереді. Әскерден кейін мен бекер келдім, бұл әскерге келмеуім керек еді дегенді мен әлі кездестірген жоқпын. Оның өзін әлеуметтік желілерде барлық жерде көрсетіп жатыр. Көбінесе армияға басында қиналып барады, бірақ соған дейін өмір бақи есінде қалатын сәттердің бірі сол. Ешкім өкінбейді дейсіз ғой, барып келген. Мен өзім әлі өкіндім, мен армияға бармауым керек еді деген аға буындардан да, қазіргі жүрген қатарларым болсын, одан кейін кіші балалар болсын, ешқайсы мен армияға бекер бардым деген естігенім жоқ. Есіңізде бар ма ең бір жарқын бір адамның историясы? Мысалы, армияға келіп бір түрде болды, бір жылдан кейін түгел өзгеріп, сосын мүмкін әке-шешесі, жекесіге хабарласып рахметін айтқан шығар. Сол жағынан бір историяларыңыз бар ма? Болды, енді мен оның атын, бұл бір ғана жағдай емес, ол көп ондай жағдайлар. Оның ішінде бір жағдайды айтып өтсем болады. Менде бір сарбаз болды. Енді мектеп бітіргеннен кейін ол білімі жақсы, өте білімді азамат, Түркия мемлекетіне оқуға түскен, грантқа, яғни тегін оқуға. Ол жаққа түсіп, бір жыл жүріп, ол жақта оқымай, кейіннен қайтып келген. Қайтып келгеннен кейін, енді әкесі, шешесі оны түзеу мақсатында, яғни ерке бала, жалпы айтқанда оны түзеу мақсатында әскерге жібереді. Ол мен қолыма келіп түсті әскерге. Сол әскерге келгеннен кейін оның түбегейлі ойы өзгерді. Яғни азаматтық өмірдегі барлық еркеліктері бәрі қалып, кейіннен бір жыл өтіп, азаматтық қоғамға барғаннан кейін қазір өзіміз сияқты белгілі бір органда қызмет атқарып жүр. Сол кезде маған звондап, мамасы екеуі отырып бірге видеозвонокпен, яғни видео қоңыраумен звондап, рахметін айтып, қазіргі уақытта барлық еркектердің бәрі қалып, қазіргі уақытта осындай қызмет атқарып жатырмын. Осыған маған әскер өзінің көмегін тигізді деген сондай. Ол кезде әрине өзінің істеген қызметінің жемісін көрген болып саналады. Ержан, енді келесі сұрақ сізге. Бітіргеніңізге бір жыл болды дедіңіз. Сол армияда қалыптасып кеткен привычкаларды қандай қазір күнделікте сақтап жүрсіз? Таңғы подъемда. Таңғы ерте тұру. Задачаларын бәрін дұрыс уақытылы орындауға. Гражданкада жүрген кезде олай болмайды вообще. Бір нәрсе жасайсың ба, қой кейін жасай саламын деп. Әскерден кейін сұрау жасайсың ол нәрселерді ше. Киімдеріңе оқыпты, уже төсегің жинаулы, қалай жинау керегін білесің, әдемілеп бәрін оқыпты жасайсың. Сөзіңде тұра алатындай ше. Адамды қатты өзгертеді негізі әскер деген. Жалпы қазір осы уақытта интернет біздің жастарға өте үлкен әсер етіп жатыр. Сол жағынан көбінесе қазір әлеуметтік желілерде комментарийлерде жазады ғой. Осы таңда түсінбейсің қайсы еркек, қайсы қыз деп. Жастардың арасында суретке түскенде былай қарасақ та көшеде кетіп бара жатса да сол жағынан әскерге барып ерлік санасын өзгертіп өсіруге бола ма? Ер балаларын қазір жіберсек армияға. Неге? Болады, өзгертуге болады. Көбінесе көбісі интернетке
кіріп әлеуметтік желілерде өз-өзіне назар аудару үшін ойға келмеген заттарды істеп көбінесе сол айқай-шу шулап жатады. Комментарийлар болсын, ар жағынан мына жағынан болсын. Сіздерде ондай случайлар болды ма? Қызмет барысында ондай жағдайлар орын алған жоқ. Яғни жаңа сіз айтып өткендей бұрын қызмет етіп кеткендер, енді ойлаймын, әркім өзін әлеуметтік желіде әртүрлі көрсеткісі келеді. Мысалы, бір адам өзін жақсы жағынан көрсетеді, бір адам басқа жағынан көрсетсе, оны кейбір кезде басқа адамдар оны жақсы көтеріп, мынаның айтып жатқаны дұрыс екен деген сондай бір пікір қалыптасады. Яғни кейбір кездерде болады ғой, бір дұрыс емес жаңалықтарға адамдар көп еріп кетеді. Сол себепті ол хайп қуу, басқа осындай мәселелерді, яғни армияда осындай болуы мүмкін деп бұрынғы өтіп кеткен заманда болған нәрселерді қайтадан жаңғыртып, бізде осындай болып жатыр деген сондай келтіреді. Ол нәрсе мүмкін емес деп ойлаймын. Қазіргі уақытта әрине қазір қоғам дамыған, әскерде барлығы ашық, күнделікті ата-аналармен сөйлесіп отыр. Мысалы, жексенбі, сенбі күндері телефон арқылы хабарласады, бейне қоңырау бар. Егер әке-шешесі келетін болса, бақылау өткізу пунктында келушілер бөлмесінің барлығы жабдықталған, кез келген уақытта өздерінің балаларымен хабар алысып отырады. Сол себепті бұрынғы заманда өтіп кеткен, бір ағаларына естіген түрлі әдеттер осындай болған дегенді қайтадан көтерудің, мен ойлаймын, ол нәрсе қазір жоқ. Негізі бәрі дедовщина бар деп ойлайды. Мен де 18-ге толысып барғанда ойлағам, бірақ мүлдем басқаша әскер өмір. Мен бағанағы сұрақты қойған себебі осы күні кеше, осыдан бір ай бұрын шығар, бүкіл дүние жүзі бойынша BTS армиядан оралды, енді жаңадан турын жалғастырады деген Кореяның өте танымалы бір поп группасы бар. Жалпы Кореяда, оңтүстік Кореяда әскери қызметті атқару жастар ұлдар арасында ең үлкен мәртебелердің бірі. Армияға барып келдім деген кәдімгідей мақтан тұтатын имидж бар. Қазіргі кезде біздің заманауи жастарға жақын армияның имиджі қандай? Әрине ол біздің қоғамда, яғни біздің Қазақстан Республикасында қызмет атқару, яғни әскер қатарына, ол Конституцияда белгіленген. Сонымен қатар дәстүрде алып қарауға болады. Конституцияның 36-шы бабында әрбір Қазақстан Республикасының азаматы әскер қатарында қызмет ету оның қасиетті парызы мен борышы болып есептеледі. Сол себепті онан кейін біздің аға буын ағаларымызды, әкелерімізді, аталарымызды алып қарайтын болсақ, олардың барлығы да әскер қатарында қызмет атқарған. Ал қызмет атқармаған деген ол өте жиі, яғни сирек деп алуға болады. Ол жаңа сіз айтып өткендей, сол Корея елі мемлекетін алмай-ақ, өзіміздің де тұлғаларымыз бар, өзіміздің де батырларымыз бар, соларды да алып қарастыру керек. Яғни атамыз деп айтсақ болады, Бауыржан Момышұлын алып қарасақ та, Талғат Бигелдиновті алып қарасақ та, ол кісілер яғни соғысқа дейін де әскер қатарында болды. Соғыстан кейін өздерінің өмірлерін, азаматтық өмірлерінде жалғастырды. Сол себепті ол біз басқа шетелдің, Кореяның азаматтарын алмай, өздеріміздің аталарымызды дәріптеуіміз керек деп ойлаймын. Жоғында жалпы сұрақ, оны түсініп отырмыз. Тұлғалардың, тарихта өтіп кеткен тұлғалардың үлгісі ретінде келтіретіндей біраз азаматтар бар, бірақ қазіргі интернеттік мәдени глобализация өтіп жатыр ғой. Толықтай, мысалы, кезінде кей-поп болды, сосын кью-попқа айналып, біздің жастар арасында өте қатты дамып кеткен бір явление, да, былай айтқанда. Осындай құбылыс бар дейсіз. Иә, құбылыс бар, сондықтан ол жақта мысалы армияға бәрін алмайды. Бәрі барғысы келеді, бірақ бәрін алмайды. Бізде біраз жылдар бойы әлеуметтік желілерде біздер көрдік, себебі күзгі призыв болсын, көктемгі призыв болсын, сол жақта там әртүрлі халықтың наразылығын тудырған біраз видеолар таратылды. Қазіргі кезде ол жоқ, құдайға шүкір, осы күздік призывте ешбір оқиғалар орын тапқан жоқ. Ол жағынан өте қуаныштымыз, себебі көбінесе жастар армияға бет бұрды ғой деп. Бір жағынан мен өзім жеке сұрап өткізгем, ол мүмкін биыл 80 жылдыққа арналған қарулы күштердің парады шығар.
солай деп ойладым бір жағынан. Себебі көбінесе өте ең мықты жағынан көрсетті. Осы жылы барады. Осы күзгі призывте адамдар көп болды ма келген әскерге? Дұрыс айтып өттіңіз. 7 мамыр күні Отан соғысында жеңістің 80 жылдығына арналған үлкен әскери парад өтті Астана қаласында. Оны барлық мемлекеттік телеканалдар көрсетті. Ол жерде біздің әскеріміздің әлеуетін көрсетті. Оның өзі де қазіргі жастарға бірден бір осындай әскер қатарына келуге, яғни көзі ашылып, міне бізде осындай әскер бар деген мотивация болды. Яғни адамдар, қазіргі жас буындарға. Сонымен қатар заң қабылданды бізде әскери патриоттық. Сол заңда белгіленгендей, яғни СМС хабарлама арқылы барлық адамдарға, яғни қазіргі шақырушыларға келеді. Ол шақырушылар сол бойынша қорғаныс істері жөніндегі департаменттерге келу керек. Оның барлығы басқа телеканалдарда, әлеуметтік желілерде көрсетілді. Халықтың сана сезімі, ойы дұрыс бағытқа бұрылып, яғни қазіргі уақытта барлығы күзгі әскері қатарына шақыру науқаны басталды. Сол науқан бойынша қазір жоспар бойынша келіп, яғни әскер қатарына жіберіліп жатыр. Жалпы сіз ойыңызша, сіз жассыз, былай қарағанда әскерден енді шықтыңыз. Әскерге бармай тұрып ойыңыз қандай болды, қазіргі кезде ойыңыз қандай? Әскерге бармай тұрып ойым. Негізі мен әскерге бұрыннан барамын деген. Бірақ қасымда жолдас балаларым бәрі уақытың жоғалтасың, лучше универге түс деген. Бірақ ешқайсысын тыңдамай армияға бардық. Бірақ өкінбеймін негізі. Сол жалпы алда көктемгі призыв келе жатыр. Сол кезде жастар осы подкастты көрсе, қандай кеңес берер едіңіз? Негізі армияға ерте жас кезінде барып кетсең өте дұрыс болады. Өйткені ел алдында борышыңды аман есен өткізіп, ертең болашақта балаларыңа да көрсетесің ғой. 18-ге толса әскерге бардым, міне деп әскерден қашпау керек. Негізі әскерге әрбір Қазақстан Республикасының азаматы бару керек деп тиіс деп ойлаймын. Әскерден кейін ары қарай өздері көреді, бірақ барған қалайын бәрінің. Осы өзіңізге ең қатты әсер еткен 3 пункт айта аласыз ба? Жақын туыстарыңның несін білу, әрбір нәрсенің қадірін түсіну, ары қарай тәртіп қой. Ал сізіңше жеке кеңесіңіз қандай? Мүмкін осы подкастымызды жастар көріп, сіздің кеңесіңізді тыңдап әскерге атқаруға шешім қабылдайтындай қандай кеңес берер едіңіз? Кез келген 18 жас болсын, студенттен келіп әскер қатарына шақырылған шақырушылар болсын, яғни әскер бұл да бір өмір мектебі. Балалық шақтан алып қарайтын болсақ, балабақша, мектеп, студенттік өмір деген сияқты әскер де бұл бір өмір мектебі. Сол себепті бұл өмір мектебінен өту қажет. Бұл өмір мектебі өзіміздің бұрынғы сарбазымыздың айтып өткендей көптеген нәрсеге үйретеді. Бұл біріншіден тәртіпке бағыну, екіншіден өзіңді түбегейлі өзгерту. Кез келген азамат, әскерге барып келген азамат пен әскерге бармаған азаматты екеуін салыстырып қарайтын болсақ, олардың деңгейі екі түрлі. Әскерге барып келген азамат бір бас жоғары тұрады әскерге бармаған азаматқа қарағанда. Өйткені оның ойы да өзгереді түбегейлі, оның өмірге деген көзқарасы да өзгереді, әр нәрсені бағалай біледі. Айтып өткендей, ата-ананың да қадірін бағалай біледі, күнделікті уақытында қадірін бағалай біледі, бағынудың не екенін біледі, тәртіптің не екенін біледі, және алдыға мақсат қоя білуді де біледі. Яғни шолжаңмен жүрген бала кешегі мамасына қоя тұрыңшы, мен былай жасаймын, қоя тұрыңшы, әке мен былай жасаймын деген бала әскерге барып келгеннен ондай нәрсеге мүлдем айтпайды. Яғни тиянақты шешім қабылдап, алдағы өміріне мақсат қоя біледі. Сол себепті бұл да бір өмір мектебі. Ол жерде әр әскери қызметші шешім қабылдай білу керек. Сол нәрсеге үйретеді. Яғни алдыға қойған мақсат, сол мақсатқа қалай жету үшін өзінің шешімін қабылдап, алдағы уақытта болашақта өзінің өмірін жоспарлай біледі. Сол себепті қазір келетін жастарға, болашақта келетін жастарға, яғни өмірді түбегейлі өзгерту. Ненің бар екені, ненің жоқ екені, неге тыйым салынады, неге тыйым салынбайды.
сол нәрсенің бәрін біледі. Тәрбие әртүрлі болады ғой. Әр жанұяда, бір жанұяда ешқандай тыйымсыз тәрбиелейді, бір жанұяда тыйыммен тәрбиелейді, яғни қатаңдықпен. Ал әскерде барлығына бірдей қарайды. Яғни қанша 30 сарбаз болсын, 100 сарбаз болсын, 1000 сарбаз болсын, барлығына тәртіп бірдей. Сол себепті ол жерде біреу үлкен, біреу кіші, біреу жоғары, біреу төмен деген жоқ. Яғни барлығы бірдей, бірдей мүмкіншілік, бірдей жағдай жасалынады. Сол себепті сол жерде адам өзінің өмірге деген көзқарасын барлығын өзгертіп, үлкен азамат, ер азамат болып шығады деп ойлаймын. Сол себепті әскерден қашатын да, қорқатын да еш нәрсе жоқ. Міне бауырымыз 1 жыл өзінің азаматтық борышын өтеп, енді алда уақытта өзінің мақсаттарын қойып отыр. Мақсат әртүрлі. Бір кісілер, бір азаматтарымыз азаматтық қоғамға бар өз орнын табады, екіншілер ары қарап әскери қызметті жалғастырады, болмаса басқа да құрылымдарда болады. Сол себепті келіп өмір мектебінен өтсін. Негізі көп адамда жастарды ала қойған мақсаттары басқаша болмайтын кейбіреулерінде ше, бірақ әскерге барғаннан кейін күнделікті сарбаздармен беседа болғаннан кейін адаммен сөйлесіп, оның өмірге деген мотивациясын ашып, жолын ашып, мысалға әскерден кейін сен ол жерге жұмысқа қалуыңа болады да, мысалы адам өзінің өмірін таба алмай жүреді, өмірде қандай жолға түсуін, мысалы әскери өмірге өзінің өмірін жолдаса да болады да, мысалға. Ал немен байланысты? Мысалы күнделікті өмір сүргенде өз орнын таба алмайды, бірақ армияға, әскерге қалай айтсам екен, мысалға енді 18 жасқа дейін балалар ерке болады, бала болады әлі, өзіне не керек екенін білмейді. Әскерге барғаннан кейін уже сен ата-анаңнан алшақтайсың, туысқандарыңнан алшақтайсың ол жерде ше. И сол жерде уже сен прямой командирлерің өзіңмен беседа өткізіп, алға қойған мақсаттарыңды уже балалығыңды сол жерде қалдырып кетесің. Әскерге бірінші күннен барған күннен ше, уже есейіп әскерден кейін өзің мақсатың. Мысалға мен әскерден кейін мысалы сол жерге по контракту қалам ба деп шештім, уже тиянақты уже жақында бұйырса кіремін. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге рахмет. Келесі жүздескенше.